Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл Айзат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте үлпілдек, жұп-жұмсақ бауырсақтардың рецептісімен бөлісетін боламын. Дәл осы рецепт менің анамның 20-25 жылдан астам уақыттан бері қолданып келе жатқан рецептісі болып табылады. Және анамнан осы рецептімен бөлісуін сұраушылар қатары әрдайым көп. Бүгін сол рецептімен бөлісемін. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Қамырды дайындау үшін електен өткізілген ұнға сапасы жақсы құрғақ ашытқы мен қантты қосып араластырамыз. Кейін оған 4-5 ас қасық сұйық май құямыз. Келесіде жылы суға тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Және жылы суды біртіндеп құйып отырып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Бізде дәл осындай қолға жабысатын жұмсақ қамыр шығуы тиіс. Енді ыдысымыздың бетін ауа кірмейтіндей жауып, жылы жерге шамамен 1-1,5 сағатқа қоямыз. Қамыр дәл осылай 2-3 есе көтерілген соң, қолымызбен жақсылап бір басып қоямыз және тағы да бетін жауып, енді бөлме температурасында 25-30 минутқа қалдырамыз. Осылай екінші рет көтерілген соң ғана қамырды ыдыстан алып, үстел бетіне қойып, бауырсақ дайындауға кірісеміз. Қамырды оқтаумен шамамен 1 сантиметрлік қалыңдықта жаямыз. Енді өздеріңіз қалаған өлшемдегі бауырсақтарды кесіп аламыз. Мендегі дөңгелектің диаметрі 7 сантиметр. Бауырсақтарды көп мөлшердегі майға орташа отта 2 жағы қызарғанша пісіреміз. Біздің томпақ әрі жұп-жұмсақ
Өте дәмді бауырсақтарымыз дайын. Міндетті түрде осы менің анамның рецептісі бойынша дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Дәл осы бауырсақтарға ең алғаш дайындап көргеннен-ақ ғашық боласыз. Сіздерге видео ұнады деген үміттемін. Алдағы рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат. Баршаңызға сәттілік.